Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбекқызы. Бүгінгі видеода сәбізді торт жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Мен өзімнің қызымның бір жасына, яғни Айзере қызымның бір жасына жасадым. Өте керемет, қонақтардың көңілінен шықты. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен екі қоспасын бірдей жасап жатырмын, өйткені менде екі этажды торт болайын деп тұр. Мінекей барлығын салып жұмыртқамыздың миксердің жай жылдамдығынан бастап қатты жылдамдыққа дейін миксерлейтін боламыз, әппақ көбік болғанша. Мен описаниеға бір ғана мөлшерін жазып қоямын. Құм шекерімізді бір қасықтап сала отырып, ақырында осылай миксерлейтін боламыз. Әппақ көбік болғаннан кейін жай жылдамдығына қоя отырып, сұйық майымызды құятын боламыз. Мен бағана айтқанымдай екі еселендіріп жасап жатырмын. Мінекей ұнымызға разрыхлителімізді қосып, екеуін жақсылап араластырып, қасықтап сала отырып, бұны да жай жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Мінекей дәл осылай барлық ұнымызды салып, миксеріміздің жай жылдамдығымен араластыратын боламыз достар. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін миксерімізді өшіріп, осылай лопатканың көмегімен енді ішіне жаңғақ қосатын боламыз. Мінекей мен осылай үгітіп алдым. Қатты майдаламаңыздар, орташа осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Араластырып, үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді қосатын боламыз. Мен астына мөлшерлерін барлығын жазып қоятын боламын. Мінекей дәл осылай араластырып, енді қалыптарға салып пісіретін боламыз. Менде осындай кольцоға осылай астына пергамент қағазын төсеп, қасықтап сала отырып, бөліктерге бөліп пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен 4-5 қасықтай шамамен бір коржге кеттім. Менде диаметрі 22 диаметрде пісірдім. Мінекей осылай сала отырып, барлық корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Піскен корждарымызды пышағымыздың көмегімен босата отырып, кольцомыздан шешіп алатын боламыз. Мінекей корждары сондай жұмсақ, воздушный болып шыққан. Міндетті түрде суығаннан кейін пайдаланыңыздар. Ақырын ғана осылай барлығын суытып алатын боламыз. Корждар сондай керемет, ішіне жаңғақ қосылған, жұмсақ болып тұр. Мінекей қараңыздар. Енді кремін дайындайтын боламыз. Кремменде 34% сливки, және де творожный сыр, сахарный пудра үшеуін араластырдым. Кез келген крем түрі жарай береді. Негізі 33%-дан жоғары болса болғаны. Мінекей бір корж және де крем қосып, осылай барлығын кольцомыздың ішінде жинақтап шығатын боламыз. Мен тортымның үстіңгі қабатына мейіз қосып жинақтаймын. Ең бетіне осылай мейіз қосып жердім. Қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады достар. Енді пищевой пленкамен үстін жауып, холодильникке кем дегенде 6 сағатқа немесе 1 түнге қалдыратын боламыз. Мен 1 түнге қалдырдым. Ал енді төбесін жинайтын боламыз. Төбесі астыңғы бөлігіне қарағанда кольцо кішкене кішірек болады. Менде 17 диаметрде жасадым. Кез келген диаметрде пайдалана аласыздар. Ортасына мейіз қосып жасадым. Өздеріңіздің қалауларынша кез келген жеміс-жидектен қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей барлығын 4 қабат болды. Менде 4 корж болды үсті. Осылай креммен бірге осылай жинап, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, холодильникте 1 түнге тұрды. Енді осылай пленкамызды шешіп, кольцомыздан ажыратып алатын боламыз. Бізге осындай шпательдің көмегі қажет болады. Сыртын түзулеу үшін жан-жағын осылай түзулеп, мен кішкене розовый цвет қосып жібердім. Өйткені кішкентай балапанның туған күніне болғандықтан креммен қаптап жатырмын. Негізі крем чизбен қаптасаңыздар өте әдемі тегіс болып шығатын болады. Мен қалған креммен осылай өзімізге болғандықтан осылай қаптап қойдым. Мінекей жан-жағын барлығын түп-түзу етіп,
осылай шпательдің көмегімен түзулеп шығатын боламыз. Үстіңгі бөлігінде дәл солай түзулеп алғаннан кейін осылай ақырын ғана шпательмен және пышақтың көмегімен үстіне қоятын боламыз. Тура центрін белгілеп алыңыздар, тура центріне түсетіндей. Мінекей жан жағынан мен осындай қалған креммен оформление жасадым. Кез келген оформление түрін қолдана аласыздар. Ортасы сондай керемет болып шыққан достар. Сахарный бумаганы осы кремге жабыстыру үшін бізге шоколадтың көмегі қажет болады. Мінекей кішкене ғана майыстырамыз да шоколадымыздың көмегімен осылай жабыстырып қоятын боламыз. Мінекей шоколадты жаққаннан кейін бірден кремнің үстіне қойған кезде өзі жабысып қалады, өйткені бізде крем тастай болып тұр, холодильникке салып алғандықтан. Мінекей дәл осылай оформление жасасаңыздар да болады. Кез келген түрін пайдалана аласыздар. Мінекей осылай атын жаздырдым, және де бір деп жас деп өйстіп жаздырып, осылай шоколадтың көмегімен жабыстырып алдым. Кез келген өз қалауларынша оформление жасайтын боласыздар достар. Мен осындай конфетик қатырып қойдым. Мінекей көбелекпен қосып, осылай төбесіне оформлениеға қолданатын боламын. Мінекей достар, сондай нәзік, өте дәмді, сондай жұмсақ болып шыққан сәбізді тортымыз дайын болды. Сәбізді торт сондай дәмді болған. Мінекей қараңыздар, пышақ өте жұмсақ болғандықтан осылай керемет кесіліп жатыр. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей қараңыздар, видеода көріп тұрғандай сондай жұмсақ, өте нәзік болып кесілуде тортымыз. Ортасы да керемет болып шыққан. Қатты кремі көп емес, осылай өте керемет мейіз, жаңғақ, сәбіз барлығы қосылған кезде сондай керемет дәмді болады екен. Достар, міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сөзсіз көңілдеріңізден шығады деген үміттемін. Видеомен бөлісіңіздер, комментарийге қандай да бір сұрақ болса жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Келесі видео қандай болғанын қаласаңыздар жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы.